Зухраның машинасынан ары болды ғой, ё-майо. Зухраның багаждарын айтпай қояйын бар ғой ше. Масқара. Менікі де ашсаң сондай болады. Ужасно. Жаба салайық, ешкім көрмесін. Ятай. Қазір, ё-майо. Ана яқты қарасай сен. Жап қоп, мынаны ешкім көрмесін, білә. Мусор ма? Мусор мынаның бәрі, багажын көрмей ақ, машинаның артын қарап. Еще біраз нәрсесін тастады. Қасық не істеп отырмын мына жақта? Кеше той басқартты Бексан Қордайда, солар отзыв жазыпты. Құдай бере салған дейінші. Тыңдаңыздар сіздер де. Керемет тойымыз өтті ғой. Тойымыздың сондай шырайын келтіріп, елдің бәрін шулатпай, өзімнің қалағанымдай той болды. Керемет той болды деп, бүкіл таныстарым бәрі сондай телефоным толып қалған ғой, рахметін айтып жатыр. Керемет болды, керемет, өзгеше той болды деп. Жаным сол осындай тойымды биік деңгейде өткізгеніңе Аллаға шүкір. Рахмет, жұмысың елене берсін, абыройың арта берсін. Осындай сен сияқты қазақты, намысты, мәдениетті, сондай жігіттер. Не деген сөздер? Тойым высший класс, суперский болып өтті ғой. Не деген сөздер? Жаным, той керемет өтті. Енді бір құдалықты үфтеп, құдалығымызды өткізіп тастасақ, вообще керемет болайын деп тұр ғой, Алла жазса. Көрсетші номерін. Саламатсыз, қалыңыз қалай? Мен сұрайды, сұлулығыңыз сыры неде деп, не үшін сіз сұлусыз, айтыңызшы деп ше. Негізі қыздар айтайын да, дүниеге келген кезде сұлулықпен адам туылу керек та, ол мен сияқты ше. Мен даже өзімнің сұлулығымның сыры неде екенін де білмеймін ғой, мен үстіп сұлу болғаныма кінәлі емеспін. Өйтіп сұрай бермеймін. Біреу суды сапырып палашып отыр. Ойбай, сенің пәлен балаң болады, сен осынша уақытта үй аласың, сен осынша уақытта машина аласың деп. Мен жаман қатты жек көремін ше, шын айтам, палшыларды, андай нумерология, сондай нәрселерді. Сосын мен айтам ғой, оған жай жүрем. Мен анам қайтыс болып кеткеніне уже 4 жылдан асты ғой. Айттым, менің анам ауырып жатыр дедім. Аты осындай дедім. Жазыла ма деп сұраймын ғой, сөйтсем, байымдама жазылады деп жіберді. Сосын жаздым, мен анам қайтыс болып кеткен ғой деймін да ше. Сөйтсем, сразу мен блокқа тығып тастап жатыр да. Егер палшы болсаң, осы стористі қарап отырған Аллахтан қорқыңыздар, я. Сіздер өздеріңіздің қашан өлетіндеріңізді білмейсіздер. Кімнің қашан өлетінін, кімнің қашан жазылатынын қайдан білесіздер? Кімсіздер сіздер? Кімсіздер сіздер? Ей, сіздер құлсыздар ғой, Құдайдың құлысыздар ғой. Просто қазір артық айтсам кетіп қалады да, ше, біраз жерге тиктокқа шығып кететін нәрсе бар ғой. Просто связьдарыңызды Аллахпен байланыстырсаңыздаршы, басқа нәрсемен емес, я. Сосын ана нумерологтар менің комментариям астына өздеріңізді предлагать етіп жазбаңыздар. Уже блокқа тығам, білмеймін, нумеролог деген көп ау деймін осы Қазақстанда, палшы деген нәрсе. Аллах сақтасын ше. Өздеріңіздің қашан өлетіндеріңізді, қайда баратындарыңызды білмейсіздер. Біреудің өмірін қайдан білесіздер сіздер? Артық салмақ дене бітімді құртқаннан бөлек сіздің денсаулығыңызға орасан зор залалын тигізетінін білесіздер, иә. Артық салмағы бар адамдардың жүрек соғысы бәсеңдейді, демалуы қиын болады, жүріп тұруы қиын болады. Біз енді қыз-келіншек болғаннан кейін босанамыз, 3-4 бала болады, 6 балаға дейін босанып жатамыз, иә. Босанған сайын бізде артық салмақ жинала береді. Сөйтіп баяғыша біз жеңіл жүріп тұра алмай қаламыз. Біздің тұруымыз да, жүруіміз де, жатуымыз да барлығы ауырлап бастайды. Бұндай қыз-келіншектер қазіргі таңда өте көп дәл осы артық салмақ проблема болып жүрген. Даже босанбаған, тұрмысқа шықпаған қыз-келіншектерде өте көп артық салмақтан арыла алмай жүрген. Артық салмақтан арыламыз деп неше түрлі химикаттарды ішесіздер, қаншама таблеткаларды ішесіздер. Бұның барлығын ешқандай артық ақша құртпай 2,5 теңгемен 20 килограмм, даже одан да көп салмақ тастай аласыздар. Ой, рахмет, чайың дәмді болды, керемет. Ой, керемет, бақытты бақытты бол, все болып. Әшіреген бақытты болыңдар. Қалайсыздар? Сәлем барлықтарына. Мен тойға келдім. Сіз не істеп жүрсіз? Мен ба? Сен тойға әкеп тастайсыз ба дегеннен әкеп тастадым. Да, иә. Да? Мамам алып берді. Забота. Қатты түсіндім. Увидимся. Көрдіңдер ме, ештеңеден қыспаймын, өзімен свободный өмір сүреді, просто комфортно. Дұрыс па?
күтіп отпайсыз ба далада? Жоқ, жұмыстар бар.